Иә, біз кітап оқымайтын болып кеттік. Сәйкесінше сөздік қорымызда бір бала жақсы тілні жақсарады, а бір бала өкінішке орай болып қалды. Бұл жобада біз танымал достарымыздың сөздік қоры мен фантазиясының қаншалықты дамығанын тексереміз. Ассалаумағалейкум құрметті достар, бұл YouTube желісіндегі тағы бір жаңа жоба. Бұл жерде бізбен бірге Ахалек, ініміз, блогер, блогер. Ақтөбеден шыққан ең алғаш миллион подписчигі бар. Өзінің туған ініндей болып кеткен бауырым, қош келіп жатсың. Қош көрдік. Серғазы, соведущий. Бүгін әдеттегідей еліміздің басты беттерінде жүретін жұлдыздарды, блогерларымызды қаншалықты сөздік қоры мықты екенін тексереміз. Қаншалықты кітап оқиды, қаншалықты өркениетті, білімді, білікті деген сөздерді қаншалықты пайдаланатынын, әп-бәрекелді, о не дегеніңіз деген сөздерді қаншалықты пайдаланатынын анықтағалы жатырмыз. Біздің шығарылымыздың бас демеушісі Сток Квадратов ұжымы. Қазақстанның әр қаласында біздің филиалымыз бар. Келіп тегін консультация алсаңыздар болады. Осы шығарылымдағы ең көп лайк жинаған досымызға 100 000 теңгелік сертификатымыз бар. Әр қазағымыз үйлі болсын. анықтағалы жатырмыз. Қалайсың, Ахалек, жақсысың ба? Жақсы, шүкір. Өзің қалайсыздар? Қалай миллион болған подписчик? Бірінші, содан бастайық. Миллион? Миллион. Өзгертті ме адамды миллион? Сәл өзгердім қой, болмайды дедім да, короче. Енді қазір екінші 2 миллион. Өзгеруге, дәшіге не кетіп баты ма? Миллион өзгерте алмады, мен сондықтан 2 миллионға кетіп батын. Может, 2 миллион өзгертеді шығарды. Мүмкін де қуат деді. Миллионер бол, бұйырса. Амин. Ағалық тілегім ғой саған. Ахалек еще той басқарады. Негізі мен той басқарамын, мен кәсіби тамадым. Ахалек кезінде екеуміз не болды? Мен официант болдым. Әріптес, официант, бір ресторанда официант. Постоянно көреді мені, короче. Постоянно келеді, амансыз. Жаттап алған ғой, полный мен жаттап алған ғой, короче. Бір күн өзі айтты, короче. Полный жаттап алдым да, тамады боламын деп шешкен ғой. Тамады боламын деп шешкенде бір жерге барғанда полный менің сөзіме айтқан ғой. Сол кезде ойланамын да, егер вдруг, мысалы ше, ситуация тойда өзгеріп кетсе, бұның сөз байлығын білмеймін ғой. Не айтатынын білмеймін да бұл жерде ше. Қалай тамады болған? Бұлай болды, 2016-17 жылдары ғой. Сол кезде Сако братан шығады, той басқарады. И мен соткіме диктофондағымда қосып қоямын. Ол кезде 2 тамада болып басқарады, ортасын шығады ғой. Ортасынан шыққан осы диктофонда қосамын да, 26 минут па, 33 минуттық, короче, диктофон тыңдап күнде сөз жаттап алдым. Сондай күшті басқарам ба? Күшті, біз бүткіл официант жақсы көретін ғой осы. Сако братан келсем, қуанатынбыз. 12 болмай бітіріп тойдым ғой тойды. Тойларың болса хабарласың. Қазір енді өзің блогерлығыңды зато саған қарап күнде тұра тұрдаш, налдет деп жаттап жүрсең қазір. Өмір алу кезек. Иә, өмір алу кезек. Шүкір, қуанамыз, осылай. Дұрыс, ол бір нәрседен басталады, адам дамиды ол. Мектепте қалай оқыдың, жақсы оқыдың ба? 5-ке оқыдым чисто. Серьезно ма? Қызылға бітіріп. 11-ші классқа дейін. Жоқ, 9-ға дейін оқыдым, 9 арғы мен колледжден келдім. Алматыға универ келдім да, до конца оқымай шығып кеттім, короче. 9-ға дейін оқыған, 5-ке оқыған. Бірақ білген шығарсың да, ертең блогер бол. Маған зачем? Тангенс, катангенс дегендер зачем? Босқа уақытын өлтіріп жатсыңдар деп. Колледжде оқыдық. Колледжде оқығаннан кейін универ қызығымыз болып қалды. Сонымен қойшы дедім. Дұрыс. Мамандығың қандай негізі? Связист негізі мамандық. Болды. Сол ғой, жұмыс мамандығы бойынша жұмыс жасап жатыр ғой негізі. Связьда ғой постоянно. Связьда. Иә, байланыста күнде халық. Ең соңғы оқыған кітабың? Ондай бар ма вообще? Блогерлер кітап оқимын ма вообще? Мен, короче, өмірімде бірінші бір кітап оқыдым. Әліппе десе. Болды, содан кейін тоқтаса. Екінші болма деген кітап оқыдым. Екінші болма. Қуаныш Шумбайдың кітабы бар ғой, екінші болма. До конца оқыдың ба? Прям до конца оқыдым соны. И мен Инстаграмда Нұрдәулет сақ бол, қасыңда жүр, екінші болма деп. Жаңағы Ахалек деп тұр ғой, Инстаграм алты қарып ше. Сол кітаптан, короче, сөйтіп өзгертіп алдым мен. Баяғыдан мен Инстаграм аккаунтым 3 нежный правил Жұмағалиев болды да, короче. И содан кейін ана кітапта оқып мотивация алдым. Мотивационный кітап ана кітапта жазып тұр, Ахалек деп қойсын. Осы атқа алсаң нормально болып кетесің деп тұр. Көтерілесің деп па, белеші дейсің деп. Просто сол жерде айтылып тұр жаңа. Егер аккаунт қысқа болса, неғұрлым, соғұрлым халық жаттап алуға тез болады деді да. Мен А деп қоймасам просто. А, болды, сол көтеріліп кетсемші. Ей, А. Бүгін бізде қонақта А дейді. Қазір мына қара кітаптың ішінде ақ жазулармен, осыны андай болады ғой,
ақ қара жазу болады наоборот. Ақ қағазға ақ қаламмен деген сияқты ғой. Ішінде 3 тақырып болуы мүмкін. Факт, Қазақстан жаңалықтары, немесе жұлдыздарға байланысты әңгімелер, шоу-бизнес. Бүйтіп ашып келесің, ашылады, кез келген таңдайсың, оқисың. Содан ары қарай уже блогерстігің қосылып кетеді, 1 минуттық сторис, короче. Тоқтамай сөйлеу керексің. Бірақ бір сөз 2 рет қайталанбау керек, және дегенді айтпауымыз керек. Ортасына деп тоқтап қалмау керек барынша. Түсінікті. Давай. Дайынсың ба? Бірден бастап Егер бірден бастағанда қазір бірінші тақырып таңдаймыз, тақырыпты оңды алып кішкене ойланып алсаң болады. Ойланып алсаң болады, Бисмилля. Сөзім басы бисмилля. Бисмилля ісмилла. Оны біліпсің, жақсы ал, кеттік. Бір Алласы бар. Кеттік. 1, 2, 3. Опа. Әдем, кәм блогерлер сияқты. Дротиктің атасы Ақалек. Так. Мирас Жүгінісов әндері хит болу үшін дейді. Дейсің да? Дейсің да, ары қарай тоқтамай жалғастырып кетесің. 1 минут сөйлеу керек. 1 минут сөйлеу керек болсын. Фантазияңды барынша ашып. Бірінші ана бастайсың да, сосын секундомер қосылады. Қазір. Так, не дейді, нағыл дейді? Мирас Жүгінісов әндері хит болу үшін. Не істеу мүмкін хит болу үшін, мысалы? Значит, қазір сен бастайсың. Мирас Жүгінісов әндері хит болу үшін деймізде уақыт кетеді 1 минут. Оказывается, әндерін апарып, балгерлерге қаратып деген сияқты. Өзің фантазияң болсын. Кеттік, бастайық. Уақыт жоғалтпаймыз. Ал, давай, кеттік. 1, 2, 3. Мирас Жүгінісов әндері хит болу үшін TikTokқа салып, біраз әндерді жаңартып, халыққа тыңдатуға болады. Мысалға, концерттерге шығып, сол кезде концертте тұрып, Мирас Жүгінісов айтса болады, құрметті халайық, құрметті ағайын, құрметті тыңдармандар, мен жаңа әнім шықты, сол әнді бірге тыңдайық деп, соны алып әлеуметтік желіге салсаңыздар, әлеуметтік желінің ішінде Instagram немесе YouTubeқа кіріп, YouTube'тың ішінде мен бірінші андай үлкен 16:9 қылып салам, сол 16:9-ның астында 2 рет қайталанып кеткен жоқ па? Shorts деген не тұрады, отделение тұрады, соны басып, әрмен қарай видеоны ұзарта берсек, әндер неге хит болмасқа деп хит қылуға болады әндерді. Сөйтіп әрмен қарай жалғастыра береміз, 20 секунд бар әлі. Тағы да әндер хит болу үшін Мирас Жүгінісов өзінің мысалға әндетемін дейтін әні бар ғой. Әндетемін сені сағынғанда дейтін. Одан кейін әдетте бәрі тәтті болады. Уақыт өте кете қалады бұл. Немесе қасындағы Қадырбаев, Тұрар сынды әншілер арқылы бөлісіп әрмен таратуға болады. 1 минут болды. Осылай, примерно осылай. 1 минуттың ішінде 3 кетті ғой, білінбей ше. Кетті ма? Өтіп кетті ғой. Ішіндегі андай, біз енді қазақша сөз байлығын тексеріп отырмыз ғой, қандай сөз байлық. Ішіндегі TikTok, Instagram, Shorts дегендерін алып тастаған кезде ән дейтін сөз қалды ғой. Қазақи ма дей? Қазақи. Таза қазақшаны жинайтын болсақ 20 секундта әңгіме болды. Өзің не айтқанын білесің ғой айтты. Примерно түсіндік. Оказывается, әнді хит қылу үшін TikTokқа не етеді екен, в общем, шаруасы көп екен. Жоқ, видео концертінде дейді да, өзінің концертіне көрермендеріне YouTube'та 9:9-ға кіріп, соның астындағы шортстардан бүйтіп шығып кеткенші. Риза болдым, мен бұл фантазиясы ғой, әдемі. Өте керемет. Кеттік ал, екінші сөз кеттік. Бірден ба? Бірден. Қиын болды ма? Андай. Нормально. Миыңның ішінде сөздерді іздеп қалып жатыр ма? Сөйтіп отыр мысалы енді әншілік Мирас Жүгінісовтың әндерін деген соң сәл қиын болып жатыр. Сәл сондай қиын болды. Ми андай болды, резко ән іздеп кетті, соны өлең айтты, қалай уақыттың істедім деп. Ақтөбедегі концертте әндетемін сені сағынғанда. Нормально, жақсы. Так, кеттік екінші. Екінші. Бисмилля. Тура жаңағы жерге емші. Туп ала берейікші былай. Тупо деген қалай. Ежелгі викингтер балалары нәзік жүрек болып өспес үшін дейді. Бұл тақырып. Түсіндің ба, примерно? Ауыз құттай су шоға ма? Су шоға бастырды. Алдыға кеттік, дайынсың ба? Ал кеттік ал. Біріншісі енді кішкене Мирас Жүгінісов болды, екіншісі викингтар. Викингтер сәл оңай болатсақ та Мирас Жүгінісовке қарағанда енді. Ал кеттік. Асықпай сөйлесең болады. Болады. Андай көп сөз сөйлеу не обязательно. Болды. Бұл жерде фантазия, самый главный. Сөздік қор. Сөздік қор, қазақша сөздерді ықыласын білдіре отыра, викингтар өздерінің балаларына жәбірленген түрде деген сияқты сөздерді қолдансаң болады. Болды. Дайынсың ғой? Болды. 1, 2, 3, кеттік. Ежелгі викингтер балалары нәзік жүрек болып өспес үшін
жалпы басында бала туылған кезде олар алталаштың басын қосып Так. ат шаптырып бәйге бермейді. Ат шаптырып бәйге бермейді олар. Немесе Алтай мен Атыраудың ар жағында туған жоқ олар біз секілді. Иә. Балалары туған кезде мен ойлаймын олар нәзік болмас үшін балдарды жетілдіреді ең бірінші 3 жасқа дейін. Так, Бірандай басында тигрдің сүтіменен Так, не істейді? сәл шайып отыр ма? Жоқ, нормально. Мүмкін сөйтіп мен ойлаймын енді нәзік болмас үшін жыртқыш болу керек қой. Жыртқыштардың сол кездегі қасқыры, тигр сынды жануарлардың қасында бірге өскізген. Иә, өскізген. Тауға апарып, балалары кәдімгідей уже неше рет айтты балалар дегенде. бір шар екен. Ләп бүйтіп. Так, Қай жерге ұмытып Так, қалдым. стоп. Так, 48 секундта тұрып кішкене нетіп ал, деп ортасына пауза қойып деген ойланып болды, ал, кет. 12 секундқа сөз дайындап алшы, самый главный. Жыртқыштармен өсік. Құстар мен балаларын апарып тастады, жаңағы тауда тұр балалары. Не істейді еді? Олар үште. Рисомада үште екен. Кет, 1, 2, 3, кеттік. 12 секунд. 3-тен кейін 13 жасқа дейін өсетті, әрмен қарай бірден соғысқа аттанады олар дейтін. Соғыстан бірден қылышталып, сөйтіп, олар жыртқыш. Ой, жыртқыш деген неше рет дейтін тағы. Сәл жоқ екен. Стоп, молодец. Негізі басы күшті басталды да. Басы күшті болды, соңын шайып кетті. Кішкене қазақ тілі мен әдебиет қосылып, Алтай мен Атыраудың арасы. Жоқ, Аталаштың деп бастатты андай ше. Бітті ғой рискі. Алашты құрды да, бүйтіп ше, Алашты құрды да. Так деді ғой, не істеймін деді ғой. Сол жерде қалды ма? Так, арыстандарға апарайын ба деді ғой. Туған баланы алды да. Миының ішіндегі сөздерге жауап беретін кісі. Так, Алталаш кетті. Так, тигр қалды, тигрді айта берсін деп сондай болған. Миын ішінде ма кішкентай. Кішкентай. Абдырап қағаздарын шашып алып бүйтіп ше. Архив тақтарып қандай сөздер бар еді? Сөйтсе, ондай. Сәл. Иә. Бірақ кішкене толқып отқан сияқты алып кетіп, үшінші сөзді көрейік. Көрейікші, тағы бірлет көрейікші. Үшінші ба? Үшінші алып кетті. Сәл андай. Оңайынан тауып көр. Мен сабақ берген мұғалімдердің точно беске оқыдым да. Деген сұрақ туындап тұр менде. Просто андай апайлармен қатты сөзетім ғой. Бәсе сондай. Апа, ертең блогер болып кеткесін реклама жасап беремін, апа, қойып тасташы қазір деп. Мінекей. Соны шын болса. Математика пәнінің мұғалімі деп. Африка тұрғындары Каспий қосымшасын қолданбауының себебімен бөлісті. Өте әдемі тақырып қой, енді Каспий. Негізгі себебі дейді. Тікелей байланысты. Негізгі себебі. Өрбіте беруге болады ғой бұл тақырыпты ше. Каспийдің айналасында жүре беруге болады ғой. Иә. Көрейік давай. Ал кеттік, Ахалөктің сөздік қорын тексереміз. Африка тұрғындары Каспий Голд қосымшасымен қолданбауының себебімен бөлісті. Негізгі себебі Африкада Каспий өзені жоқ екен ғой. Өзен деп пің ол көл екен ғой. Немесе көл дейді, бір жақта оны теңіз деп атайды. Ол жақта Нил Голд деген бар екен, оказывается. Сол Нилді қолданады екен олар, африканстар. Сол банк қосымшасы арқылы олар өздерінде әрмен қарай магазины бар, ішінде переводтары бар. Тіпті олардың ішінде виза, мастеркард арқылы 0%-бен бөліп төлеу жоқ, мүмкіндіктері бар, иә. Және де ол африкандық ағайындардың осы банк, осы приложение арқылы әрмен қарай жұмыс істеулері біздікіне қарағанда сәл бәсеңдеу. Өйткені олардың интернет жылдамдығы біздікіне қарағанда өте аз. Кейде оларда 3G ұстайды екен. Бізде 5G бар ғой. Және де ол жақта сол Каспий емес, оларды айттым ғой жаңа, Нил деп ше. Нил Голд арқылы олар тіпті Каспийге, Нил Голдқа 1000 теңге жіберу арқылы дәл осы 1 литрлік суды ұтып аласыздар дейтін кейде лотерея болмайды. Болды, бала ұшып кетті. Баланың красивый ұшып кетті уже. Көптен көп рахмет. 1 минут 20 секунд болды. Шапақтап қойып. Жақсы. Ма андай алып бастады, десім айттым ғой, 5-ке оқыдым ба точно деген кезде дәлелдеді ғой. Африкада Каспий дейді да. Каспийді теңіз қылыпты, жаңағыдай көл қылыпты, сосын Нил бар екен. Географияны білем деген ше. Египеттен ол. Нил ма? Иә. Білмеймін, брат, мен осы берік жақтарда тудым, мен көп шыққан жоқпын. Жақсы. Бір сөз алып шықтық қой. Көне бір сөз шықты. Көне бір сөз, иә. Қандай?
қолданылмайтын деді Иә, ма? Бұдан басатын өзім ұмытып қалдым. Уже ұмытып қалдық. Бір жақсы баспа деді ма, Иә. баспалдақ деді ма, бір жақсы сөз шықты бір. Жақсы, қазақ тілінің ішіндегі Не бар сондай бірден шықты. Бір сөз шықты да, сол резко жоқ болып кетті, байқадыңдар ма? Ал давай соңғы бір сөйлемді тексеріп қарайық. Осы жерде енді 1 минут жарым сөйлеп күшті қылып көрейік, иә. дайындап кету керексің. Көрдің ғой, кішкене ойларың былай нетіп жатыр ғой. Содан нең Африкаң жақсы келді мысалы ше, ніл голдтары бар, мүмкіндіктері бар. Бөліп төлеуден соңғы су жағын түсінбедім ал енді. 1 литр су нағып жүр, ол жерде не су? 1000 теңге кімге жіберіп жатыр? Бұның ана несі бүткіл ана Африка дегеннің ішінде бәрі кірісіп кеткен сияқты. Оларда су жоқ қой деген сияқты бүткіл. Сәл. Ніл деді да, жақсы 1 литр су. Ал кеттік соңғы мүмкіндік бересіздер ғой. Иә, соңғы мүмкіндік. Осы жерде Күшті бір өзіме жеңіл тақырып болса екен. жеңілін таңдап Мына жерден алсам болады ғой былай? Болады, иә. Мына жерден алайыншы. Осы жерден біреуін алсам. Опа, кетті. Такс. Үндістердің дәстүрі бойынша, егер сен қонақты сыйламасаң, Индияға кеттің ғой сен сразу. Такс. Вообще Индия туралы мағлұматтар білесің ба? Шайдан басқа явно ештеңе білмеймін. не бар? Болливуд бар ғой. Болливуд бар. Болливуд бар. Сосын Шакрухан бар. Сосын Митхуд Чакраборти бар. Давай. ал Ал кеттік. мейлінше ішінде бір андай қолданылмайтын сөздер жаңағыдай көп қоссаң күшті болады. Болды. Кеттік ал. Дайынсың ғой, иә? Бисмилля. Ал кеттік. 1, 2, 3. Үндістердің дәстүрі бойынша, егер сен қонақты сыйламасаң, жалпы Индияда әр үйдің салты басқа, иттері қарақасқа деген жайт бар екен да, үнділерде. Сосын Индияда 2 қонақ бар екен. Біреу сыйлап келген қонақ, біреу сынап келген қонақ деген бар екен. Бір қонақ бар екен Индияда, сынап келеді, сосын олар подаркым жоқ деп жылап келеді. Саған берудің орнына сенен сұрап келеді екен. Сосын саған ақша берудің орнына сенен сұрап келеді екен. Индияда 2-ші қонақ бар екен. Осы жайтта қонақты сыйламасаң деп айтады да, егер де сыйласаң, ол қонақ сыйлап келеді, подаркасын жинап келеді дейді. Сен подарканы алмаймын дейсің де, ол индиялар подаркасын қинап береді екен. Сол Индияда тұратын үйдің иесінің бетінен сүйіп береді екен. Қанша үлкен кісі болса да, оларша басын иіп береді екен. Такс. Сосын Самат, сенен Баян диктофоннан шығып жатқандар ғой. Үнділіктер одан кейін міндетті түрде олар 8 нан қояды екен. Бізде 7 болса, оларда 8. 8 негесін шексіздік деген мағына білдіреді екен оларда. Сондай, олар астрономияға қатты мән береді екен ғой олар. Кезінде свет болмаған кезде жұлдызға қарап олар жарық түсіп, жол табатын болған. Сөйтіп астрономия көп сенген ғой олар. Сөйтіп шексіздік деген мағына содан шыққан екен. Одан кейін қонақ не болды мана? Дастырға қояды. Сөйтіп қонақты сыйламаса, сөйтіп басынан сүт құйып шығарып салады екен. Так. 1 минут 30 секунд болды, базар жоқ. Базар бәрін араластырып жыланды. Жыланды ғой да. Бір тойын басқан шықты ғой, бір индейцінің, үндістің ше, бір тойын кәдімгі. Кіріп кетті да кәдімгі ше. Тіләшар басқардың ғой. Тіләшар олып бірінші кез қояды екен ғой. Соны айтам, алты тойын басқарып, содан не айтты ар жағында? Соңында үшін жылан қыстап шығарып жіберді басынан Мен жаңа дәстүр ғой, дәстүр оларда. Астрономияға бар, жұлдызбен жол іздейді деген қалай кетті. Тоқтама керек қой. Көптен көп рахмет. Фантазиясы. Енді сөздік қорын білмеймін. Фантазиясына бейс енді. Негізі андай кезінде ата-бабаларымыз андай күшті сөздермен сөйлейтін болған ғой. Қыздың әдемісің деген сөздің орнына сенің шашың қара орман деген сияқты. Қазір массовка деп айтпай қалған ғой. Сол сияқты біздің де мақсат сол. Негізі келген кісілердің барынша сөздік қорын тексеріп, болашақта жалпы кітап оқысын деген бір посыл беретіндей бағдарлама. Солай келгенге көп рахмет. Фантазияң мощный екен. Рахмет. Сәл сөздік қорламаса да фантазия шығар. Өзің алған әсеріңмен бөліссең. Қиын ба екен негізі? Күшті. Миың ауышып қалды ма? Сәл. Кейде жаңағыдай архивте кішкентай ақылек тұр ғой миында. Архивтерді ақтарып, қандай сөздер бар еді, не бар еді. Тигр дегенше шатасып кетті просто бір ақылек. Адасып кетті жолынан. Соны тыңдап қалдықтан просто. Киімге атшап кірісіп кетті ме десің. Соны жазалап жатыр. Тигр десті. Сүтте сол қайтып қалған жаңа сол уақытта. Ана полка, мына полка. Астрономиядан құттай бар. Неден сүттен құттай бар деп. Ніл голдшы. Иә, құрметті достар, оқиық, білімді болайық, білікті болайық, қолдайық, лайк басайық, тіркелейік. Келесі кімнің қандай жұлдыздың сөздік қорын тексерейік. Комментарийға жазып кетіңіздер, арнаға тіркеліңіздер.
сіздермен бірге болған Саламат Серғазы. және де Ақалек. рахмет. Қошеметтеріңіз. Миллиондарға жете берейік.